Құдай жоқ деп оқытты ғой, мен коммунист болдым ғой деп сылтау айтпайсыздар. Сіздер жаңа Назарбаевтың дәуірінде біз жаңа жемқорлыққа үйреніп қалдық қой демейсіздер. Жастар жаңа біз космополитпіз, анау мынау жаңағы мен дінге сенбеймін деген сияқты әңгімелердің бәрін доғарасыңдар. Бәрін Имантай бидің Қаныш Сәтбаевты қалай оқытты, сол тәрбиесін түгел копировать етіп аламыз енді. Бұдан былай бір-бірлеріңізбен жолығып сөйлесіп қалған кезде сенің үйіңде Қаныш қалай өсіп жатыр? Ере деген бітірдіңдер ма? Қалай? Сұрақ-жауап бәрін үйретесіңдер ана жерде. Басыңда не бар? Тәжірибе. Көзіңде не бар? Нұрмұхаммед. Құлағыңда не бар? Азан Мұхаммед деп сұрайсыңдар. Себебі ғылымда редукционизм деген болады. Ол не? Редукционизм деген дәл мынандай Құдайға ұқсайтын болмысты кішірейтіп, мынандай түкке тұрмайтын пайдаланатын затқа айландырып жіберсе, соны адамның редукцияға ұшырауы дейді. Сондықтан болашақ Қаныштар не үшін шықпайды, не үшін әуезовтер тумайды деген сұрақтың бір-ақ жауабы бар. Оның түбіне жеткен нәрсе ұбт-дағы бал. Сен өсетін баланы қазір тек қана 130 балмен потолоктан есептейсің. Ашылған спецшколдардың бәрі болашақ Қаныштардың бәрін жойып жібереді. Не үшін? Ана жекеменшік мектеп директорына барсаң, бәрінің айтатыны, біз Нишқа пәлен бала түсіреміз. Біздің мектепте бәлен бала 130. Не әңгіме сол енді? Өзің ойлашы сен, Имантай би баяғыда Сәтбаев отырғызып қойып ана жерде Қаныш айналайын, қанша 10 бала алдың ба, 5 алдың ба деп отырма, мысалға оған айтады, көке, кісімен амандасасың, әруақтарға құрмет көрсетесің, молаға барып Құран оқисың, жаңағыдай қонақтарды күтесің, өзі тәрбие солай жүреді. Сондықтан бұл жерде жаңағы мектептің директорлары, завуштар болатын болса, бәріңізге енді бұдан былай тыйым саламын. Сіздермен кездесуге барған кезде мені Құдай үшін ана жердегі ана құрмет тақтасының алдына алып барып, біздің мектептен пәлен бала 130-дан 130 жинаған деп көрсетпеңіздерші. Ол уже адамды қорлау. Сондықтан осылай айтады бұнда. Олар да айналысқан. Сондықтан қазір болды, 21 ғасыр Қаныш ғасыры болды ма, менің балам Қаныш сияқты ғалым болады, Қаныш сияқты осында академик болады деп тәрбиелей беріңіздер. Қарасайшы, балалардың бәрін осында құндылық сіңірмеген, көздерінде от сөніп қалып, қолынан ұстап алып, 13 жасар, 14 жасар болып өскенде кім боласың сен? Бас салбырап бүйтіп тұрады. Білмеймін, маған бизнесмен бол деген, бизнесмен бол деген, бизнеске басындасың сен. Сондықтан көрдіңіздер ғой, миллион спецшколға сен балаңды апара бер, анаусын апарып, биыл бірдеңе, ештеңе де болмайды. Қай оқу орталығына бересің? Қай балаға тәңірлік азапты халқының өрге сүйреу үшін қай жерде жүктейді? Қай кезде адамдық борышты сен баланың мойнына жүктейді педагог? Сол жерге апарып бересің. Пока Астана қаласында бір ғана оқу орталығы бар, Алқа академия деген. 200 квадрат жер бар өзі. Сол жерде ғана оқытады.